Достар, сәлем. Сіздерге уәде еткенімдей бургердің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін міндетті түрде каналыма тіркеле кетіңіздер. Алдымен біз сиырдың тартылған етін тұздаймыз. Осылай кішкене қара бұрыш сеуіп, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін етімізді осылай видеодағыдай етіп ұрғылаймыз. Шамамен 3-4 минуттай. Сол кезде сіздердің котлеттеріңіз пісіп жатқанда бір-бірінен ажырамайды, өз формасын ұстап қалады. Енді осы етімізді екіге бөлеміз. Яғни сіздер үйдегі адам санына байланысты жасайсыздар. Менде 2 бургер қажет болғандықтан 2 котлет жасадым. Осылай қолымызбен формаға келтіреміз. Достар, котлеттеріңізді жұқа етіп осылай қолдарыңызбен ұрғылайсыздар. Ол бәрібірде піскен кезде өзінің формасын жоғалтады, кішірейеді, бірақ қалыңдайды. Сол себептен өте жұқалау етіп қолдарыңызбен ұрғылап котлеттеріңізді формаға келтіресіздер. Грильницаға пісіресіздер. Менде грильница болмағандықтан осындай асты жабыспайтын сковородкаға пісірдім. Осындай астын қатты қыздырып, 2 котлетімізді саламыз, орташа отта шамамен 8-9 минуттай пісіріп аламыз. Видеодан байқасаңыздар, біздің котлетіміз қалыңдады және формасын жоғалтып алды, яғни кішірейді. Енді келесі бетін ауыстырып, жақсылап котлеттерімізді пісіріп аламыз. Оған дейін біз соусын дайындаймыз. Кейбір кісілер соусқа майонездің өзін қосады. Бірақ дәмді керемет соус жасау үшін бізге осындай 1 ас қасық горчица. Мен көз мөлшерімен жасадым. 1 ас қасық шамамен майонез және барбекю соусын осындай қосасыздар. Жақсылап үшеуін араластырасыздар. Біздің соусымыз дайын болды. Осы соусты қолдансаңыздар, сіздердің бургерлеріңіз өте дәмді болып шығады. Енді біз сырымызды ерітеміз микротолқынды пеште. Кез келген сыр қолдана берсеңіздер болады, бірақ қолданар алдын микротолқынды пеште мен міндетті түрде кішкене ерітіп аламын. Енді бізге керегі қызанақ, пияз, салат жапырағы және тұздалған қияр қажет болады. Біз пиязымызды турап алдық, осылай дөңгелек етіп, жұқалау етіп турайсыздар. Қызанақты да дәл солай турап аласыздар. Тұздалған қиярымызды осылай қиғашынан кесіп турап аласыздар. Енді бургерді жасаймыз. Ол үшін бізге осындай дайын балғын бургерге арналған осындай булочкалар қажет болады. Енді осы булочканың арасын 2-ге бөлеміз. Соусымызды жағамыз. Соусты көбірек жағыңыздар. Салат жапырағын, жуылған таза салат жапырағын салып, үстіне котлетімізді саламыз. Тағы да соусымыздан жағып, пияз және ерітілген ірімшігімізді саламыз. Қызанағымызды қоямыз. Ең соңында тұздалған қиярымызды осылай бірнеше қиярды қойып шығамыз. Тағы да соусымызды жағып, екінші жартысын осылай
жабамыз. Біздің бургеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен жанына осылай фриді дайындадым. Фридің рецептісі менің каналымда бар. Сіздерге осы видеоның астына, описанияның астына сілтемесін қалдырып кетемін. Енді бургеріміздің ортасын кесіп сіздерге көрсетейін. Хардистің бургерінен кем емес, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді, сочный бургер шықты бізден. Дәмін сіздерге айтып жеткізе алмаймын, ол үшін сіздер өздеріңіз жасап көру керексіздер. Дәл осы рецептпен. Сіздермен болған Ақбота Садыкова, мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.